Сәлем баршаңызға. Мында универсальный топыраққа перлит араластырып жатырмын. Осындай перлит. Аз ғана мөлшерде араластырып, ұрықтан еккен гүлдерімді стаканчикке жекелейін деп жатырмын. Стаканчиктің астын тесіп алдым. Артық су ағып кету үшін топырақты осылай салып аламын. Бірінші қатты толтырудың қажет жоқ. Гүл тамыры әлі нәзік ұрықтан егілгендіктен. Сондықтан көп топырақты дымқылдығын игере алмайды. Аз ғана топырақ саламыз. Ұрықтан еккен кезде гүлді жекелеу міндетті. Себебі өзінше тамырлары жақсы дамып өседі. Бір жерде бәрі қысылмайды. Және ұрықтан еккен гүлдерге жарық көбірек қатты қажет етеді. Жарық жақсы түсетін терезеге немесе фитолампаға қойсаңыздар болады. Тамырлар осындай болып тұр. Оны енді топырағынан толық тазаламай, осылай үйстіп алынғанша чекелеп алып, стаканчикке егіп қоямыз. Міне осылай қасықпен тесіп алып, ұрықтан еккеннен кейін гүлді суды аз мөлшерде құямыз. Көп мөлшерде құйсақ шіріп кетеді. Аз-аздан жаймен құйып отырамыз. Жаңадан еккен кезде удобрениені да қажет етпейді. Міне осылай егіп жатырмын. Удобрение қажет емес, жарық қажет. Жарық жерге қою міндетті. Егіп жатқаным абутилион деген гүлдің, күлашада гүлдің ұрығы. Каналыма жазылып алсаңыздар, осылы гүлдер қалай өсіп жатқанын бәрін толықтай көрсетіп отырамын.